Жарты жыл бойы миымды жеп жүрген нәрселерден қалай арылып жатырмын. Негізі кез келген әйелде быт, үй, жинау деген ойлар жылдап жүре береді ғой. Шкафты қараған сайын, диван пердені көрген сайын ойлайсың, бір жуып алу керек еді, бір тазалап алу керек еді деген сияқты. И кейін істеймін деп соза берген сайын, осындай майда жұмыстар жинала береді, еще көбейе береді екен. Сырттай вроде нормально, бірақ всегда ойыңда жүреді. И осындай ойлардан арылу үшін мен өзіме 21 күндік артық салмақ, артық ой челленджін бастадым. Ең бірінші осындай список жасап алдым. Мен негізі ағылшын тілі мұғалімімін. Адамдарды ағылшынша сөйлетуден негізі қолым босай бермейді. Сол үшін челлендж бастап кіріспесем, қала беретін түрі бар сияқты болды. Және 10 күнде, қараңыздаршы, осындай результат. Мұндай мусор үйден шығып жатқан кезде менің миымның қалай жеңілденгенін, тазарғанын көрсеңіздер. Арқамнан бір ауыр жүк түскендей болды. Бос орын пайда болды, жаңа энергия келді. Дәл осылай ағылшын тілін үйренуді де көбісі кейін істеймін, ертең бастаймын деп созып жүре береді. Жылдар бойы мида жүр, бірақ әрекет жасалмай жүрсе, осы сілтемеден өтіп деңгейіңізді давайте тегін анықтайық. Ал челлендждің келесі тапсырмалары, жалпы процесс қызықты болса, міндетті түрде стористі қарап жүріңіз. 21 күндік тазару челленджі әлі де жалғасады.